Бұл фотодағы әйелдің аты Камар. Және де осы күнге дейін 13 жылдық некенің нәтижесінен оның бірде-бір тісі қалмаған және де кейбір ішкі органдарын кесіп тастауға мәжбүр болған. Бұл еске қонғысыз жағдай әлі күнге дейін Алматыда жалғасуда. Камар күйеуге 2011 жылы шыққан және де 3-4 айлық некеден кейін Камарды ауыр ұрып-соғулар басталған. Камар бірінші баласына екіқабат болған кезде де күйеуі не қызын ойламай, не әйелін ойламай, Камар 4 айлық балаға екіқабат болған кезде ұрып-соғуды жалғастыра берген. Ерлі-зайыптылар күйеуінің ата-анасының үйінде тұрады. Материалдық жағдайлар аз болғандығына қарамастан, күйеуі жұмыс істеуден бас тартады. Сол себепті Камар 3 айлық баласын үйде тастап, колледжге мұғалім болып жұмысқа тұрады. Бір күні Камар жұмыстан үйге келген кезде күйеуімен енесінің әңгімесін естіп қалады. Ол жерде енесі бұл қалай мұғалім болып жұмысқа тұрған? Біздің көршіміз мұғалім болып жұмысқа тұру үшін үйлімін берді. Бастысы позор болмасақ болды дейді. Барлығыңыз түсінген шығарсыздар. Бұл сөздермен енесі нені болжағысы келген. Бұл сөздер Камардың жүрегіне ауыр тиіп оны ренжітеді. Камар, сіз қалай бұлай айта аласыз деп сұрақ қояды. Осы сұрақ үшін енесі баласына Камарды ұрып-соғуын талап етіп, екеуі қосылып Камарды бірге ұрып-соғады. Осы оқиғадан кейін Камарды тәтесі үйіне алып кетеді. Уақыт өте келе күйеуі Камарды үйіне қайтып келуді сұрайды. Олар барлығын бастан бастайық деп, жақсы өмір үшін Алматыға келеді. Жақсы өмір болғанымен ұрып-соғулар жалғаса береді. Күйеуі Камарды ешкіммен араласпауын талап етеді, оны барынша халықтан оқшаулауға тырысады. Ол ұрып-соғуды тоқтатпаған және де медициналық көмекке жүгінбеуін талап еткен. Ұрып-соғудың әсерінен Камар кейбір кезде есін жоғалта бастаған. Және де осының барлығына шыдамаған Камар үйде тұрған аптечканы алып көп мөлшерде дәрі қабылдайды. Ол моралі сынғаны соншалықты артындағы 3 қызды және де ары қарай өмір сүруді ойламаған. Кейін өзі айтқандай, күйеуі оны құтқарып алған, конечно же, өзі үшін. 13 жылдық зорлық-зомбылық оның бірде-бір тісін қалдырмаған және де кейбір ішкі органдары, мысалы жатыр және де ішектерін кесіп тастауға мәжбүр болған. Ішекті кесіп тастаған әсерінен Камардың басқа да ішкі органдары шіріп, Камар мүгедектік алып, всегда медициналық көмекке жүгінетін болған. Бірақ ол өзінің денсаулығын ойлаудың орнына әділдікпен күресіп келген. 8 ай бұрын Камарды күйеуі қатты ұрып-соғады. Сол кезден бастап Камар күйеуінен кетуді ойластырады. Камар кетіп қалады. Күйеуінің үстінен мәлімдеме жазады. Бірақ сол мәлімдеме 8 айдың ішінде ешкім қарамаған. 13 жылдың ішінде күйеуі бірде-бір рет жұмыс істемеген. Сол себепті Камар ауыр еңбекпен жұмыс істеп, ақша жинап, өзіне жаңа үй алады. Ол үйде қазір Камардың күйеуі мен енесі тұрып жатыр. Қазіргі таңда күйеуі мен Камардың жеке үйіне соттасып жатыр. Менің сөзім жоқ. Камарды денсаулығының айырғанына қарамастан үйінде тартып алуды көздеп отыр. Қазір бұл оқиға белсенді қаралып жатыр. Мен сіздерден сұрауым, осы видеоны барынша жан-жаққа таратып репост жасауларыңызды сұраймын. Жақсы таралу үшін комментарий жазыңыздар. Біз бірге болсақ, әділдікті аламыз деген ойдамын.